Қыздар, баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмі күшті қысқа салат жасаймыз. Ол үшін помидорды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Ішіне майдалап капустаны тураймыз. Одан кейін қиярымызды турап, ішіне саламыз. Осылай дөңгелетіп, немесе бұдан қалыңдау қылып істесеңіздер де болады. Мен осылай кестім. Барлық қанша граммнан керек екенін астына жазып өтемін. Одан кейін тәтті бұрышымызды сопақшалап тураймыз осылай. Сәбізімізді де майдалап сопақтап турап шығамыз. Барлығын осылай салып алып, жақсылап араластырып аламыз. Міне араластырған салатымыз осындай болады. Ішіне 4 қасық шекер, 4 қасық тұз қосамыз. Салатымызды газға қоямыз. Осындай бүлкілдеп қайнай бастағаннан бастап 10 минут қайнатамыз. 10 минут өткеннен кейін отымызды баяу қойып, ішіне укроп, петрушка, чеснок және сұйық майымызды құямыз. Тағы да 1 минут қайнатамыз, сонымен отымызды өшіреміз. Нәтижесінде осындай өте дәмді салат пайда болады. Енді осыған 4 қасық уксус құйып, банкілерге жауып аламыз. Банкымызды алдын ала стерилизация жасап аламыз. Одан кейін барып, кәдімгідей банк жапқан сияқты жауып аламыз. Бұл көрсетілген өлшемнен бізде 1 литрлік банкіден 3, 2 литрлік банкіден 3 шығады. Міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Сіздермен болған Маржан.